Қайырлы күн, менің оқырмандарым, қал жағдайларың қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Маған подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар, өтінішім. Мына келе жатқан 2026 жылы құтты болсын, берекелі жыл болсын. Жылқы жануар өте киелі жануар, оны бүкіл исі қазақ адамның бәрі біледі. Жылқының еті де пайдалы, сүті де пайдалы. Сондықтан ол мінсең көлік, сойсаң ет, ішсең сүті де шипалы. Сондықтан оны атам қазақ баяғыда оны тұлпарға теңеген, өзді жаңағы машиналардың техпаспортын естігенде жазады, жаңағы бірдеңе лошадиных сил деп, сол бүкіл жануарлардың ішінде, үй жануарлардың ішінде текті да, күшті да жануарға жатады. Сондықтан мына келе жылымыз құтты болсын, берекелі болсын. Бұрында бала күнімізде білеміз біз жаңа жылда қалай қарсы алғанымызды. Жаңағы мақтаға, жіпке мақтаны істеп, дождик істеп, мақтаны жібіліп, снежинка істеп, аулаға аязата ақша қардан істеп, солай істеп, қазір енді ондайлар уже, қазір уже мына поколение олай жасап атқан жоқ. Біздің балалық шағымыз солай аязатан келеді, аязата сыйлық береді, жаңа жылда жаңа өзгеріс болады деп, солай бала күнімізден солай жаңа жылды солай күттік. Шынымен де жылға адам үміт болу керек. Жаңа жылымыз келе үлкен толағай табыс алып келеді, үлкен жаңалық болады деп. Сол сенім болса адамға шынымен де жаңалық болады, үлкен толағай табыс болады. Мына келе жатқан жылымыз маған ақпарат келді, ер балалар өмірге көптеу келеді. Сондықтан бөпе көтергісі келіп жүрген, ер бала көтергісі келіп жүрген қыздарыма, келіндеріме құлақтарын алып ғасырға 26 жылы есептеп, есепсіз да бөпе көтерсеңдер, ер балаларға көп басымдылық болайын деп тұр, Алланың қалауымен. Сондықтан аққан ерлер көп болады. Жылқы жылы берекелі жыл, қазаққа жақсы жыл болып келеді деген ақпарат келді маған. Әр қазағым байысын, әр қазағым кредитсіз өмір сүрсін, соған тілекшімін. Тағы да маған келген ақпарат, отшашу алмауға бәр адамды шақырамын, отшашу алмаңыздар. Одан да ол басқа отшашуға жіберіп жатқан ақшаларыңыз басқа затқа жіберіңіздер. Сондықтан жаңа жылымызды жақсы қарсы алайық. Жылқы жылы туған жылдарға, жылқы жылы өмірге келген адамдарға өте қолайлы жыл болайын деп тұр. Маған келген ақпарат солай. Сондықтан жылымызға үлкен үмітпен кірейік. Мына 25-ке ешқандай ренішсіміз жоқ, 25-ті шығарып салайық, рахметімізді айтып, алғысымызды айтып. Біреулерге ренжіш болса, не болса, сол 25-те құттықтап, ренішті артқа тастап, 26-ға тек қана жақсылықпен қарсы алуымызға шақырамын бәрімізді. Жылымыз тағы да, келе жатқан жылымыз тағы да құтты болсын, берекелі жыл болсын. Бір-бірімізге жаңа жылда құттықтап, бір-бірімізді сондай жылы лебізбен қарсы алайық. Бәрімізді жақсылыққа шақырамын. Тек қана жылымыз берекелі болсын, дастарханымыз мол болсын. Жылқы деген текті жануар. Қазақтар бұл баста тектілігіне байланысты ең бірінші үйреткен жануарлардың бірі. Сондықтан бізге өте жақын жануар.
Сондықтан бізге ол қалай болғанда да бізге жағады ол жыл. Сауда кәсіп бастағысы келген адамдар болса, кәсіптеріңді осы жылқы жылы бастаңыздар. Толағай үлкен табысқа кенелесіздер. Тұрмыс құрғысы келіп отқан адамдар болса, осы 26 жылы тұрмыс құрыңыздар. Өте некелеріңіз өте берекелі болады. Бөпеге төлгісі келіп отқандар болса, бөпе көтеріңіздер. Өте берекелі жыл. Сондықтан бәрімізге тағы да жаңа жылмен құттықтаймын. Жылқы жылы бәрімізге де тек қана молшылығымен, тоқшылығымен, берекесімен келсін. Оқырмандарым, сіздерден өтінетінім, подписка жасаңдар, лайк басыңыздар. Бәрімізге үлкен денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат, қандай сынақ болса да адам басына келетін сабырлық, бәрін тіледім. Тек қана жақсы күніміз көп болсын. Келесі 26 жылға кездескенше Алла амандығын берсін. Тек қана қуанышта кездесе берейік. Ең бастысы басымыз аман болсын, дастарханымыз мол болсын. Тек қана жақсы ұрпақ тәрбиелеуге Алла бізге нәсіп етсін. 26 жылы кездескенше күніміз жақсы болсын. Әумин.